Одногасаниедегі қызықтар. Життер, мен де өнеймін. Тұрон да қарта. Можно ма? Жоқ. Болсай жүгірсейді өт. Бляга, сен де құтқармайым сөйлесін айтаман. Болып тұрасың сен. Жоқ, бір көтке сыймайды басынан тен. Болып тұрасың. Кет қалып тұр. Головка спасайды. Басында айтқан жоқсыңдар ғой. Көтерсің, көтере береміз. Болды, сала аламыз, түкіріңдер. Ғани кеш қатты түкіресің ғой. Мен ана жерден тересін. Аяқтың астына өтсі, басынан терем кәдім. Кім мен саған дейін ма? Такая лай. Тиктокерлер мектебі. Ұстаз. Біз тиктокер болғымыз келеді аға. Біз лайықтымыз ба соған? Сендер тиктокер болуға лайықты емессіңдер. Неге біз лайықты емеспіз? Билей аласыңдар ма? Жоқ. Ән айта аласыңдар ма? Жоқ, қолымыздан келмейді ондай. Хотя бы пародия істей аласыңдар ма? Жоқ. Онда сендер тиктокер болуға лайықтысыңдар. Ойш? Бір плагиат көрсетіңдер енді. Ойбай, плагиат па бізде? Бар ғой. Я шагаю по столу, как Назарбаев Астану. Купюры на полу, походка я медведь Балу. Ты даже мне не бабушка, а я тебе не... Әдемі. Рахмет. Жаңа киімді айтам әдемі деп. Қайдан алдыңдар? Кепка Алматы деген магазин ғой, ана жақта. Сен балаң түрі маған ұқсайды екен, азап. Мен балам бесіңдер ма? Бір түрлі ұқсаймыз ба, шамалы? Келет түріміз. Красивый мужчина. Красивый. Осындай жағдай болып қалса. Соңғы сөзіңді айт. Мен өлтірмеңіздерші, өтінем сіздерден. Ырымшыл. Соңғы сөзіңді айт. Екінші бетімнен нұр, бақытсыз болып қалам. Сенің подругаң. Соңғы сөзіңді айт. Қызға қол көтеруге болмайды вообще-то. Аяқпен шек. Главный қол көтерме. Мал. Соңғы сөзіңді айт. Айттым. Мафия ойнақ болған. Соңғы сөзіңді айт. Менің ойымша мафия Зарина сияқты. Невидимка. Соңғы сөзіңді айт. Боксер. Соңғы сөзіңді айт. Егер де осындай жағдай болып қалса. Болды, мен бұл өмірге шыдамай, секірем. Ақын. Шыдай түс. Шыда жаным, шыда тағы. Шыдамдыны мына өмір ұнатады. Болды, мен бұл өмірге шыдамай, секірем. Райондағы бір атан. Біле, бүгін терезеден секіресің, ертең мүмкін бізге секіретін шығасың. Болды, мен бұл өмірге шыдамай, секірем. Блогер. Тоқта. Бір, екі, үш. Болды, мен бұл өмірге шыдамай, секірем. Математик. Қуасыңда бауым, өз Қазақстанда 18 миллион адам, ертең сеуілсең 17 миллион 9.999 адам қалмай ма? Болды, мен бұл өмірге шыдамай, секірем. Тұрып беретін роднойың. Мен де секірем. Болды, мен бұл өмірге шыдамай, секірем. Арбаттағы тиктокер. Мен сені аман алып қалуыма қанша пайыз кепілдік бар? Такая лай. Кеше бар ғой, маған біреу звондады скрытыймен. Гүлнұр, мен о звондаған саған. Просто мен сені тексергім келді, маған адалсың ба, адал емессің ба? Ренжімеші. Қызықсың. Еще маған дайректте Макс деген біреу жазды. Ол да мен ғой. Просто тексергім келді, шыны керек бар ғой. Просто ең тексермеймін, ренжімеші. Еще бар ғой, бүгін магазинде біреу танысуға келген. Сен жүрген жоқ шығарсың, Оны да мен жібердім, просто тексергім келді. Ренжімеші. Гүлнұр, неге ағаларым жібердің маған түсінбедім. Жай сол, мен үшін до конца тұрар ма екенсің, соны тексерейін деген. Сендей ару жоқ, сағынғар сығару жоқ, көріп тұрсың ғой менің тек саған қарағанымды.